Құрметті әріптестер, қазір біз алфавиттік кітапты қалай толтыру туралы видео сабақ жібереміз. Ол үшін міндетті түрде білім класс журналын өзіміздің телефон емес, компьютерда ашқанымыз дұрыс. Телефонда толтыру ыңғайсыз болады, және де көрінбеуі мүмкін. Сол себепті ноутбукте толтырған дұрыс. Бірінші логин жазасыз, пароль құпия сөзіңізді жазасыз, кіру батырмасын басасыз. Кіргеннен кейін сіздің сол жағыңызда байқасаңыз, білім класс, мұғалімдер, мектепте басқару деген батырмалар тұрады. Осының ішінде мектепті басқару батырмасының ішінде қарасаңыз, оқушылар және сыныптар алфавиттік кітап деген тұрады. Осы алфавит деген кітапты басамыз. Бассақ, сізге төмен жағында бүкіл мектептегі оқушылардың тізімі көрінетін болады. Барлық оқушылардың тізімі көрінетін болады. Енді осы жерге тиісті есімі бойынша іздеу дегенге, тегі бойынша немесе есімі бойынша іздесеңіз болады. Қазір мен бір оқушыны іздеймін. Сүйінбай Раяна. Мына жерде шықты. Тура сол оқушыға барсақ, бұл жерде түзету деген батырмасы шығады. Осы түзетуді басқаннан кейін Сүйінбай Раянаның астына ұяшық ашылады. Осы ұяшыққа алфавиттік нөмірді береміз. Сосын сақтау батырмасын басамыз. Осы жеткілікті болады. Және бір оқушыны іздеп көрейін. Ораз Алуа деген оқушыны іздедім. Енді бұнда дәл солай, бұл жердегі атына қатты назар аудару керек. Сосын бұл оқушының атына қатты назар аудару керек. Және де мына түзету деген батырманы басу керек. Және де дәл осындай ұяшық ашылды. Сосын Ораз Алуа дегенге 140 деген нөмір берілген екен. Сақтау батырмасын бастым. Бұл жерде де сақталды. Енді назар аударатын нәрсе, бұл жердегі алфавиттік нөмірден қателеспеу керек. Бұл қателесе түзету қиындау болады. Сосын тура беріліп жатқан оқушының аты, жөні, тегі толық мән беру керек. Мысалы, Ораз Алуа деген төртеу болуы мүмкін. Аты, тегі, бірақ әкесінің аты басқа оқушыларда болуы мүмкін. Ондай жағындарына назар аудару керек. Қазір және бір оқушыны көрейік. Нұржан Айзеременен шықты маған. Түзету деген батырманы басамын. Басқаннан кейін дәл солай ұяшық ашылды. Оған 411 деген алфавиттік нөмір берілген. Дәл осылай істесеңіздер дұрыс болады.